Басқа кім бар? Аға, Рафикті меңзеп отырсаң, басына пакет кигіздік қой. Ұят емес пе, көзіне қалай қараймыз? Басеке, бір нәрсе сұрайыншы. Ол уәзірді сырттан таңдауға болмай ма? Уәзір таңдайтындай мен патшам едім. Сонда әулет басының көмекшісін кім дейміз? Алла жәрдемші болсын дейміз, Сервет. Аға, Сәлім аға мен Махмұт келді. Веғби ағаның айтқаны дәл келді. Өздердің орнында Сәлім. Тұр, Ильяс. Көңіліңді сұрауға келе алмай осында келген екен. Ұят болмасын. Жүрсек. Қош келдің. Бәрекелді. Типи мұна түріңді көрсе, берен сауытын тастайтын болды. Тез аяққа тұрыпсың. Құдайға шүкір аға. Бізге ұзақ боп көрінді. Бірақ оңай құтылғанымыз рас. Ұшықсыз болсын, Ильяс. Құшақтай алмайым, ренжіме. Отыр, бауырым. Тоқтай тұр. Әуелі... Алла қаруға зәру қылмасын. Рахмет аға. Қаруымды қайтарып бергеніңді зор құрмет деп. Арзымайды. Рұқсат болса, Ильяс екеуміз оңаша сөйлесейік. Әрине, бауырым, сөйлесіңдер. Әйтеуір берекемізді қашырмаңдаршы. Жақсы. Отыр. Мына жігітің Қызыр ағама барып, еренге құда түстейді. Сәлім, болар іс болды. Әркім өз бағасын алды. Салт дәстүрді қайтесің. Алла бақтарын ашсын. Қызыр, енді әулет басы болдың. Бәріміздің үкімдарымызсың. Сұрау бізден, үкім сенен. О не дегенің? Кеше бауыр болғанбыз. Бүгінде бауырлармыз. Жігіттермен түгел сөйлестім. Бәрі қолдап отыр. Ахмет те, Типи де, Рафик те. Типи де ме? Иә, мына суықта қайдағы жиын деген рас. Әулет басы болғаныңа қарсы шықпады. Әлі Алпарсыланды кешір алмай жүр ме? Сен болсаң кешірер медің? Жарайды. Бүгін бәрін шешеміз. Кешке бәрі шешіледі. Жігіттер білгісі келеді. Онал бейдің орнына Қызыр келді. Өзердің орнына кім келеді екен дейді. Сөйлесеміз. Кешке бұл туралда сөйлесеміз. Сені баяғыдағы өлтіргім келген. Бірақ мұншалықты өкінетінді білсем, тіпті ойыма да алмас ем, Ильяс. Сенің көңіл сұраған түрің қызық екен. Рахмет. Бір рет айыпты боп қалдым, кешірерсің. Бір емес, одан да көп. Қайсысын кешірейін, Махмұт? Эсрамен болғанның бәрі қате болды. Иә, осы мәселені шешейік. Өзің естіген шығарсың. Ярен ерлік жасады. Менің қателігімді көрсетті. Енді Есра тек қарындасын боп қалады. Бұрыннан солай болған. Сен өзің қателестің.
Сол үшін кешірім сұрағым келеді. Кешіріміңді қабыл алдым. Содан соң отбасы құратыныңа қуаныштымын. Қадамың оң болсын. Рахмет. Махмұт, мені бір нәрсе алаңдатады. Ағам тойыңа кіммен барады екен? Жеңешеммен бе, Назылмен бе? Жағдайдың қаншалықты қиын екенін білесің бе? Білемін. Біз той жасамаймыз. Сұрай көрме. Саған тағы бір нәрсе айтуым керек. Сонымен сұрайын ба, жоқ па, Махмұт? Назлы жеңге... Әпке. Әпке дегенің жөн, әпке де. Назлы әпке үйіне түскен ұрыны тауып бер деді. Саған ба? Яренге айтқан екен. Мен іздестіріп көрдім. Содан? Тұрсын деген біреу екен, мекен жайын бердім. Кейін байқасам ол Тұрсын сендердің тұрсындарың екен. Істің мән жайын білмеймін. Бірақ түсінгенім, бұл істің артында Мәриям жеңгем бар. Мұны Назлыға айттың ба? Саған айтып отырмын. Оған айтып не қылам? Дәйек бергендей болдым. Саған ескертейін дедім. Әуел баста неге айтпадың? Ауруханада болдың. Қалай айтайын? Қызырағаға айтпақшы болғам. Бірақ жөн болмас деп ойладым. Дұрыс деген екенсің. Бұл істі маған қалдыр. Онсыз да ағамның жұмысы бастан асып жатыр. Өзім шешем. Сәлеметсіз бе, бұл Тұрсын бейдің үйі ме? Иә, сіз кімсіз? Мен Назлы Меричпін. Тұрсын беймен сөйлесе алам ба? Жоқ. Күйеуімді неге іздедіңіз? Маған тауар әкелген еді, бір нәрсе жетіспейді екен, сол туралы сұрайын дегем. Қашан кездеспедіңіздер? 3 ай бұрын, тіпті одан бұрын шығар, мекен жайыңызды жақында таптым. Күйеуім 4 ай бұрын жоғалып кеткен. Сіз оны қайдан танисыз? Мен оны танымайым. Басқа үйге көшкен кезде жігітім жұмысқа шақырған екен. Жүріңіз, үйге кіріңіз. Танысып сөйлесейік, біз де үй ішімізбен уайымдап жүрміз. Азаздан жей, Айшен, азаздан. Онсыз да аз жеп отырмын ғой, әпке. 2 апта бұрын бір түрлі бойыма ас батпап еді, қазір тәуір боп қалдым. Иә, сен де айттың ау. Жүкті әйел жемегенде кім жейді? Жоқ, апа, ол бұрын ғой. Қазіргі келіншектер 6-8 келі ғана қосады. Негізі сол дұрыс емес пе? Бар жоғы 3 келі бала туатта өздері 30 келі қосады. Сосын кеп күйеуім көзіме шөп салды деп жылайды. Әрине, сен алдамағанда кімді алдайды? Қойыңыз шәпке. Күйеуіміз 60 келі қосса да, біз көзіне шөп салып бедік. Тәй тәрі,
көзгө шөп салганның не екенін білетіндей тегі. Әрине, біздің үйде ешкім сыр жасырмайтын болған соң, ешкім бір-бірін алдамайды. Мүбәжіл, мұны мен не айтқым келіп отыр? Әпке, мен бар болғаны Айшын сақ болсын деп айтып отырмын. Мүбәжіл әпке? Жив-жив туралы бірдеңе естідің бе? Жоқ, жаным, ештеңе естіген жоқпын. Ол байқысы уайымдап жүр. Балам аман есен туама, қыз болама, ұл болама деп алаңдайды. Әуелі көңіліндегі уайым сейілсін, одан кейін не болатын көрерміз. Уайымы сейілгенін күтпейм. Төбесіне әңгір таяқ ойнатам. Ай бітпеңдер. Мәриям әпкемнің мәрттігі менде атымен жоқ. Сендер не? Мәриям ашуға мінсін, бәрімізді қырып жойсын деп отырсыңдар ма? Жоқ, апа. Не айтса да өздері білсін. Мен ашуланбайым. Сөз бересің бе? Тағы не айтасың, Мүбәжіл? Қызыр ағам әлгі қызға $2,5 миллион үйін алып беріпті. Құжаты өз атында шығар. Қызыр ақшасын текке шашпайды. Жоқ. Қыздың атында. Чеңгелгөйде орналасқан. Сондағы танысы риэлторлар айтты. Пәленің қайдан шығатын көріңдер. Танысың өтірік айтқан шығар. Оған үй алып қайтет? Ярас қызыраға өте жомарт адам. Жоқ, әпке, ол ондайға бармайды. Жоқ, шын айтады. Мен ештеңе маған айтты. Үй алатын болдым деді. Қайткен мен бала оның ат сойын алады ғой. Ал мен баланың болашағын ойлағаның дұрыс дедім. Қызық екен. Кішкентай шаранаға $2,5 миллион үйі көп емес пе? 250 мыңға бір пәтер әперсе жетпей ме? Қызыраған келген соң өзінен сұрарсың, Мүбәжіл. Мүмкін ойланып көрер. Жоға, жаным. Менің шатағым қанша? Сөйле. Сөйтіп сен де сыбағаңды ал.